қалай бұл адам бар, ине емес, ол кішкентай жіп емес, мысалға ол қайда кетіп қалды ол адам? Өзі сендерден алған адам, мысалға. Біздің қоғамдық белсенді Данияров Ануар. Қалай сонда мәшинені кім әкеп берді, қай жерден әкеп берді, соны айтып берші маған. Есімін тағы қайталап берші маған. Қараңыз, мен есім Данил болады. Данил. Мен менеджер боламын осы компанияда. Осы жерде жұмыс істеймін. Өзі біраз жұмыс істеп жүрсің ғой осы жерде. Осы жерде жұмыс істеймін. Бізге сол кісінің қасында жүрген жігіт өткізді, басынан бастап. Кім деген? Оның атын білмейді екенмін. Ол айтты, мен осы Данияр Ануар ағаның інісімін деді. Практикасын назым деді. Ол сол мәшинені алған кезде бәрін төлеп берді. Данияров Ануар ағамен өзіміз договорға қол қойдырдық. Басында? Мәшинені өткіздім сол кісі. Басынан айтып берші, қай күні алды ол мәшинені? Қағазда бар ғой бәрі. Енді бұл арзан нәрсе емес қой мәшинені алу. Біраз ақша тұрады ғой мен түсінгенім. Күніне қанша бір 20 мың шығар құрып кеткенде? Бір мәшине. Бұл мәшиненің күндік арендасы 70 мың теңге. 70 ба? Ой, мен де ойладым. Қымбат мәшине ғой бұл. Бұл кісі міне бізде телеграмда осындай группа бар. Мәшинені берген кезде, қабылдаған кезде жазамыз. Мәшинені 22-ші осындай тәртіп, апрель алды. 22 апрельде бір аптаға сразу. Ануар, ақшасын төледі міне. Ануар алды. Міне жазылған дата мінде тұр. 22 апрель. Потом төмен міне 29 апрель күні біздің водитель барып қабылдап, мәшинені мында алып келді. Қайдан, Астанадан? Жоқ, осы Алматыдан. Кімнен қабылдады? Кімнен қабылдады, айтшы маған. Қазір қасиетті қазақ халқы барлық мән-жайды білетін боламыз. Барлық жерде фиксация бар, бұлар жай ғана не емес, бір бере салатын бүйтіп. Бұл мәшине өте қымбат екен, 70 мың тұрады. Мен де өзім ойлағам. Соны қазір айтып беретін болады бәрін. Жақсы, жалғастырайық. Сосын қараңыз, менде тағы да бір сұрақ болып тұр. Бізде өзіміздің СБ-ларымыз бар. Служба безопасности. Олар қазір бізге хабарласып жатыр. Сіз келіп тұрсыз деп мына камера тұр бізде. Енді адамның өмірі ғой. Адам өмірі болғанын мен түсініп отырмын. Қалай біз енді өзіңіздің удостоверениеңізді көрсетіп. Қалай біз әрине көрсетеміз. Асқар Арғын Бахадыр, мен Қазақстанға белгілі азаматтым. Осы ел жер үшін жүрген шырылдап түсіндім. Мен қазақ халқы жарты Қазақстан білетін, мен мақтанбаймын. Кәдімгідей біз шындық айтып шырылдап жүрген адамбыз. Бір көшедегі адам емес біз мені. Ютубта өзімнің каналым бар, мені 5000 не, былайша айтқанда көрермен. 5000 көрермен. Сондықтан да біз шырылдадық. Әрине адам қалай мені қымбат мәшинені алып кетті, бірақ басқа біреулер әкеп береді. Мен естігенім, анау ДВД-ның қызметкерлері әкеп берді деп. Сондай ақпаратты алдым мен, мысалға. Алло. ДВД-ның қызметкері ма, қызметкер емес бұл жағын мен білмейді екенмін. Бірақ сіздерге әкеп берген адам? Әкеп берген жоқ. Енді Біз адресқа бардық. айтты өзі, осындай жерде. Бірінші бізге ДВД-ның жерін берді. Департамент полиция города Алматы, Қарасайский районы. Местоположениені ма? Сол жаққа келсін. ДВД деп берді, Мәшин алып кетіңіздер деп. Мен ол жаққа бараттым. Мен деп, біздің водитель баратты сол жаққа. Водитель баратты да жарты жолдан мне звондап маған айтты. Департамент полиции города Алматы деп. Потом звондап айтты. Брат, мы тут, давай отсюда заберем деп. Все хорошо, как раз водитель выезжал деп. Мен жазып жібердім міне. Утепова 8 деген адрес берді. Қай телефоннан звондады? Телефоны бар ма? Сохраненный. Сол телефонын маған берші. Өзінің айтқан жоқ па? Кім
былай атын айтқан жоқ па? Кім? Данияр Ануардың қасындағы болған жігіт емес қой, басқа, иә? Жоқ, сол жігіт Данияр. ДВД-да деді, да? Мәшіне. Иә, мәшіне ДВД-да сол жерден келіп алып кетіңіз деді. Сендер енді сұрақ қоймадыңдар ма? Мысалға, Ануар бірінші рет алып тұр ма сендерден машинені? Сұрақ қойған жоқсыңдар ма? Өзі Ануар қайда сонда? Неге ДВД-дан алып кетті деп айтып атсыңдар деп сұрамадыңдар ма? Жоқ, сұрамадық. Бізде ондай жеттер көп қой. Сұрақ туындайды ғой, сендер қымбат машинені беріп тұрсыңдар. $1000 $1000. Жоқ, бізде де видеофиксация болады. Ол сынып қалды ма? Ол сындырып тастады ма Ануар мысалға? Енді біздің водитель барып қабылдады. Тексермейсіңдер ма? Жоқ, алған адамнан мен мысалға сендерден джипті аламын, иә, қымбат. Айтам, мен осындай күнге алып кетем, 22 күні мысалға келем де. Сендер айтасыңдар, мені көрдің ба машинені? Сап-сау, иә? Мені тыңда. Обычно солай істелінеді ғой мысалға. Маған даже мен арасында саясаттан басқа экскаватор жұмыс жасаймын. 500 мың экскаваторлар бар. Бастық сразу айтады маған, мен Асеке, экскаватор чистый, ешқандай жері ұлмаған. Сендер де солай жұмыс жасайсыңдар ғой. Сендер сонда Ануарды сұрамадыңдар ма? ДВД-ға сен мені неге шақырып тұрсың? Қалай сонда Ануар қайда өзі? Мынау мүмкін жарты мүлік жоқ шығар деп. Жоқ, біздің водитель барып қабылдады ғой бірінші машинені. Енді бәрі дұрыс па екен? Машинеде дұрыс болды, ешқандай. Ақшасын кім төледі? Ақшасын сол қасында жігіт төледі. Мынау алып кет деп айтқан. Кім деген? Атын білмейміз деймін, бізге айтты. Енді телефонын берші маған. Кәне айтшы маған телефон. Қағаз. Алло. Кәне телефон бер. Мұнда Макс номер сұрап отыр да жаңағы. Алып кет деп айтқан жігіттің ше. Бере аламыз ба біз оны? Жоқ, мен перепискадан көрсетіп отырмын қазір. Все? Ага. 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 Все хорошо. Ага. Все хорошо. Ондай информация сізге бере алмайды екенмін. Неге? Себебі заявление жазыпты уже, да? Жазылып тұр. Біздің қоғам белсенділері де барды. Оның ағасы да барды. Мысалға, мен қазір енді мына жақтан осыны анық-қанығына жетпей, мен тоқтамаймын. Түсін. Сен қылмысты жасырмай-ақ қой, если қылмыс жасалынса, біз оны әшкерелейміз. Өйткені Ануар деген белгілі адам ол. Қазақстанға еңбек сіңген қоғам қайраткері кәдімгідей. Какой-то далада жатқан біреу емес, осы сенің болашағың үшін жүрген адам. Мысалға, қалай ол сонда? Машинені алады екен, одан кейін ДВД қайтып береді екен машинені. Жоқ, мен сізге айтып тұрмын ғой, аға, тыңдаңызшы. Сен маған телефонын берсейші, есім кім дедің жаңа? Мен менеджер компания. Енді сен беруге третий лицоларға құқықлысың. Өйткені мен жайдан жай келген жоқпын даладан. Түсінші мен. Аға, жолдағы адам келіп маған осы кісі. Жолдағы адам емес. Мен жайдан жай келген жоқпын. Міне менде тұр ғой. Сіз Ануарға туысқан болып келесіз. Мен туысқаннан да жақынмын. Мен қоғам қайраткерімін. Мен сол сияқты жүрген қасымызда міне бәленбай рет қамалып, бәленбай рет біз осы ел үшін, жер үшін жүрген адамбыз. Түсінші. Міне бәленбай рет осы Нұрзынданда отырған адамбыз міне. Мын жаққа келсек, мын жақта қалмайды, ан жаққа барсақ, ан жақта қалмайды. Сол үшін мен шырылдап тұрмын. Қалай ол? Адам жоқ, машинені қайтып берді ДВД. Сенен сол телефон берсейші маған, болды. Мен ары қарай өзім сөйлесем, неге олар машинені алып берді? Данияров қайда, Ануар қайда өзі? Мысалға. Өзің данныйларыңды бер, или мен осы жерде қазір 102-ні шақырам, болды. 102 білсін. Сіз шақырайыңыз 102. Енді қалай істейміз енді? Мен ойлағам, бір частный расследование жасаймын өзім.
Просто сендермен сөйлесіп. Мен сізге айтып отырмын ғой, мен менеджер компания, мен администратор емеспін, мен директор емеспін, мен третий лицоларға клиентский базаны как мен беремін? Онда тұрған не бар? Адам жоқ болып тұр ғой. Сіз прокаттан келіп тұрған шығарсыз. Кім? Есім кім дедің? Менің есімім Даниял болады. Данияр. Айналайын, сен түсінші бір нәрсені. Мен еріккеннен келіп тұрған жоқпын. Сен тамаша білесің ғой. Өз Ануар болған жоқ. Үшінші, третий лица, наоборот, мәшінен беріп жіберді, то есть ДВД. Сен уже ойлануың керек, адам қайда сонда? Енді жаңа айттың ғой, сол жақтан звондады. А изначально, ең басында ол кісімен бірге келіп тұрған, сол кісі болды ғой. Бірінші рет мәшінен алған кезде де сол кісі тұрған, мәшінен өткізген кезде де сол кісі тұрған. Қазір біздің водитель бар қалдап алған жігіттен. Кім деген ол? Мен сізге айтып отырмын ғой. Досы. Ол кісімен танысқан жоқпыз. Ол айтты, осы Ануар ағаның брачкасымын деді. Атын айтқан жоқ па? Атын айтқан жоқ, просто брачкасы. Қандай түр сипатын айтып берші. Түрі енді бойы қысқалау, рубашка киіп алған, басында бір кепкасы бар. Ануар басында келгенде 22 күні қасында ол жігіт болды ма? Болды. Алғанда мәшінен. Иә, болды. Неше күнге деп сұрады мәшінен? Бір аптаға деді ма? Астанаға барып келем деді, болды, иә? Все, жақсы онда. Сен ана информацияны, ақпаратты бермейтін болсаң, жай өзің телефоныңды берші, жай хабарласам өзіңе сосын. Маған хабарласам. Иә, мен басқаша. Осы прокаттың номерін алыңыз. Бере бер, бәрі. 707. 707. Да, 705. 705. 705. 444. 44. 82, 21. 82, 21. Өзің көтересің ғой? Иә, өзім көтерем. Даниил, иә? Өзім осы рабочий номер. Даниил ғой, иә? Өз номерімді беремін просто. Бұлай мәшіне түгел тексеріп шықтыңдар ма? Жұрт сау ма екен? Салоны бәрі ешқандай дақтар ештеме жоқ па? Жоқ. Ешқандай мынау қанның ізі, дақ деген сияқты. Ондай бір қылмысты сондай бір белгілер көрінбей ма? Мен алаңдаулымын рас. Тап-таза, иә, мәшіне? Еш жері ұрылмаған. Қалай берілді, солай келді. Жақсы, онда. Кір болып келді. Иә. Салонда лас болды, бутылкалар, сондай. Алматыға кім қуып әкелді, айтқан жоқ та, ешкім? Жоқ. Біз бірінші түсінбей қалдық, не үшін бізге ДВД-ға келсін деп. Мен айттым, водительға бара бер, там разберемся дедім. Жолда келе жатқан кезде ол айтты, ДВД-ға емес, мына адресқа кел, машинаны жерге алып келдім мен деді. Все, жақсы түсіндім. Бұлай енді аман, иә, мәшіне бәрі? Тап-таза де. Ішінде ондай дақ болса, иә, біз сразу выявлять етеміз, служба безопасностьқа жібереміз. Түсінікті ғой. Бізге де лишний проблем керек емес. Ол да енді арзан мәшіне емес қой, сендердің тауып отқан нандарың, мысалға. Дұрыс айтасың. 70 мыңнан, мысалға, сендер 10 күнде 700 мың ақша табасыңдар. Ауыл ұрылған болса, сендерге ремонтқа керек. Иә, жақсы жарайды, Даниил, рахмет, бауырым, осылай ашық айтқаныңа, мені. Иә, айналайын қазақ халқым, осы, мені, көрдіңіздер, мен айтқанымда тұрдым, мені, бәрін тастап, осы Ануар үшін мына жерге келдім. Енді мына жігіт қарап отырсам, енді ешқандай жасырусыз бәрін көрсетіп берді, бәрін. Енді Құдайдың қалауымен, мен өзім ойлаймын енді, Құдайдың қалауымен біз енді мына ақиқатына жетеміз деп. Өйткені мүлде түсініксіз жағдай болып тұр. Міне. Қалайша ол мәшіне ұшып келді ма мына жаққа? Өзі жоқ Ануар мысалға. Өзі жоқ ДВД алып кет деп айтады мысалға мәшінен. Одан кейін басқаша айтады. Сондықтан да біз ары қарай мұны сабақтайтын боламыз. Қоса саламатта болыңыздар. Асқар Арғынбақадыр, Олжан Ашыры. Аман болыңыздар.